Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Шакиза. Мен сіздерге бүгін өзімді ашытқысыз бізге бір пиала су, бір пиала айран, тұз, бір чайный қасық тұз, екі ас қасық сұйық май, сосын разрахитель. Разрахитель мен ішіне алынған, бір чайный ложка разрахитель бар. Бір чайный ложка разрахитель салынды. Сосын сода. Жарты чайный ложка сода салыңыздар. Осыған бір пиала құмжака саламыз. Bir piyala салыңыздар да, қасықпен өлшеп салыңыздар да болады. 3 жарым қасық салдым. Сода разрахитель қосып, сосын осындай реакция болады. Осыған қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып қалмасын. Жұмсақтау болса әдемі болады. Сосын жайған кезде де шұқылау қылып жай беріп. Шағын қамырды сәл қалыңдау қылып жайып не аламыз, уақытылап қалмау үшін. Бұны сәл шұқылау қылып жай беріп. Содаға үйленгеннен кейін сәл жұмсақтау қылып, кейін бір шетіне ұстап, бір астына арпақ сеуіп, сол арпаққа көміп атсаңыздар да әдемі жұмсақ болып шығады. Міне, илеп қойдым. Жұмсақ әдемі қамыр болды. Осыны орап, бетін бір 5 минутқа қоя тұрыңыздар. 5 минуттан кейін алып пісіре беруге болады. Қамырым арада бір 10 минут өтті. Енді осыны жаямыз. Көбінесе бауырсақты ашытып істейміз. Енді асығыс кезде осылай содаға илей саламыз. Үйде бала-шаға майда болғаннан кейін қамыр ашыған ашсын деп отырамайым. Мама тез бауырсақ пісір деген кезде осындай пісіріп бере салам. Содаға үйленген бауырсақтың дәмі өзіме де ұнайды. Өзім де жақсы көрем. Осыны жұқалап дөңгелектеп дайындап жай аламыз. Жабысып жатса ұрпақ себіңіздер. Байқасаңыздар, шайым әлі тұр. Жаңа іштеп демдеп қойған, бірақ қол тимей жатыр. Бұл не шай десеңіздер? Бұл киік оты. Мындай жапырақтарды. Әсіресе көктемдің күнінде адамға көп көмектеседі. Көктем күнінде адам әлсіз болады. Шаршап ұйықтай бергісі келеді. Бұл киік отының бір пайдасы адамды сергек қылады. Аллаға шүкір, алдын түнімен ұйықтамасам да, ертесіне күндіз күні бойы сергек жүрдім.
өзім ой деп сене бермейтін ем. Қазір енді үзбей алып ішем. Мен қамырымды шұқылап жайып алдым. Қамыр жайып болғанша сіздерге айта кеткенім ғой. Енді осыны қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Мен бүйтіп ұзын-ұзын қылып кескенді жақсы көремін, балдар ұстап жегенге. Сосын жіңішкелеу болса тіптен әдемі көрінеді. Тесілтқан себебім ана қатты көтеріліп кетпесін деп. Мен ләж болса бүйтіп қамырды бүйтіп тесе берген ұнатпаймын. Бірақ мынау қатты көтеріліп андай дөңгеленіп қалады. Сол үшін бір реттен тестім. Майымызды қыздырып алдық. Енді осыған салып пісіріп аламыз. Сап-сары қылып пісіріп алыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Істеп көріңіздер. Каналға тіркеліп, подписаться етуді ұмытпаңыздар.